Selam dostlar, sizlerle birlikte ben Amir Kızıl. Bugün bizde 105'ke azor жасайтын боламыз. Кеттік, бірінші сериясы. Бастайық. Ал, басталды. Сәлем дейді ғой. Сәлем. Плюс. Басталды. Ё-моё. Біреу менен төбелесіп жатыр. Мыналар төбелесіп жатыр ау достар. Мыналармен. 105. Мына бала. Жаңағы көкке бағын бала ғой мынау. Ой, достар, Wi-Fi ұстамай қалып. Ой, Wi-Fi-да бір. Кеңізге рахмет Талғат. Сәл кешіккенде кептелісте қалып қойшын. Аратыр мектебіне. Атыгын екен бұл оғайын жақтағаны. Түсті көлі. Мектебіне келді ау. Дауыстар шығыр. Уа. Қалай? Сен тоқсау деймін. Бірден аманастау. Балалар, бүгін бізде лабораториялық жұмыс. Қане, мына тәжірибені кім көрсетіп жібереді? Бәрі біруге. Аслан, келші. Мына баланың аты Аслан екен. Аслан. Қазір. Достар. Халикус қойдыр мен. Қой. Так. Бұл сутек тотығын катализатор арқылы ыдырату реакциясы. Яғни ағартқыш дезинфекциялаушы затқа калий иодидін катализатор ретінде қосамыз. Сол кезде оттегі бөлініп, көбік көтерілетін болады апай. Өте жақсы. Қауіпсіз, таза, әрі-бәрі есеппен. Жарайсың, Аслан. Отыруға орынға. Рахмет. Бүкіл дұрыс орындады ма? Қате орындайтын жерді ойлау. Аслан, бір минут қолға ма? Ба? Не дейсің? Жақсы өзің? Жақсы. Аслан, көмегің керек. Жақсы оғымнан өтпен көмектесші. Айта бер. Бұл химиядан қалып, олимпиада қайтадан іріктеу болып жатыр. Соған менің орныма қатысып берші. Комиссияда басқа мектептен. Сені ешкім танымайды дегендей. Бәйчік, осымен кіресің. Не үшін? Бүгін мектеп аралық футболдан финалға қатысуым керек. Достар, ойлаңыздар, сабақтың оқымай футбол деп тұр ғой. Көмектесші, 50 мың сенде бер. Жарайды, көмектесейін. Бірақ ақшан керек емес, сен де көмегің тиіп қалар дегендей. Ол кез келген көмек бауырым. Рахмет. Жаңа комментар басқа мектептен де танымаса болады бітуге. Қадыров Дастан. Видео түсіріп жатқан. Дауыс шығып жатыр ғой. Келіңіз. Мінекей, тапсырма парағыңыз.
Отырыңыз. Сізге 20 минут беріледі. 20 минутта. Ой, достар, бізде дейтін тжбны ше 15 минутта, хотя бы 5 минут, 10 минутта орындап тастаймыз. Бірақ нан ондай алатын шығармыз 20 минутта. Гүлнархан, мен осы сұраған документтер. Аслан, Ей? сен не істеп жүрсің онда? Аслан дейді. Қаяқтан танып қой? Алло, Ау. Келдің бе? жоқ. Асланның директоры хабарласты. Тез келіп кетіңізші. Ана Асланның папасы ғой. Асланға бірдеңе болып қалды ма? Жоға, алаңдама. Аслан туралы емес. Оқу уақыты жайында дейді. Ертең барса болмай ма? Білмеймін, қазір келіп кетіңізші деді ғой. Жарайды, мен онда үйге қайта берем. Әкесі қатал емес деп ойлаймын, мен қатал ма ойлап тұрмын. Бұл өте ұят жағдай болды. Білім басқармасына шағым түссе, сіздің ұлыңыз ғана емес, менің де жұмыстан кетуім әбден мүмкін еді. Иә, бұл өте ыңғайсыз жағдай болды. Алтынай ханым, сіз басқарып отырған бұл мектепті Алтынай ханым. еліміздегі ең абыройлы, білімі сапалы, санаулы мектептердің бірі деп білем. Мектептің деңгейін түсірмей, оқушыларыңыздың жақсылығын асырып, жамандығын жасырып, халыққа қызмет жасайтын азаматтарымызды дайындап шығарып отырған сіздің еңбегіңіз екені айдан анық. Еңбек дейіні. Сондықтан сіздің даналығыңызды ескеріп, өзіңізден тағы да кешірім сұраймын. Айтпақшы, Алтынай ханым, айтайын деген, бұл мектеп бәрімізге ортақ. Сондықтан Бәрімізге мектепте ортақ. қандай да бір іс-шараларға көмек керек болып жатса, бірден хабарласыңыз. Сіздің бір ауыз сөзіңіз. Бақытбек мырза, біз ересек адамдармыз ғой. Жағдайды дұрыс жағынан түсінеміз. Бақытбек? Асланның өзіне дейді екен. Кешіріңіздер, екінші қайталанбайды. Негізі Аслан емес, досы ғой. Негізі бүкіл нетінен. Досыңа көмектескің келген шығар. Оныңды дұрыс деп есептеймін. Бірақ бір нәрсе есінде болсын балам. Әр нәрсенің негізіне үңіліп үйрен. Жарай ма? Уақыт өзгереді. Күндердің күнінде өзіңмен өзің қалатын сәттер болуы да мүмкін. Сол кезде өзіңді танымай қалма балам. Жарай ма? Алло? Иә, тыңдап тұрмын. Жақсы түсіндім. Жұмыстан ба? Так, достар, мән бермей ақ қойыңыздар, достар ғой. Қарындасым шулап жатыр. Ей, видео түсіріп жатыр, құрыс. Аның маған ренжуді. Кешке гүлмен келмесем, үйге кіргізбей қоятын шығар. Там 105. Сәлке арқылы көр. Үйіне кепті ғой. Үйіне. Үстін шешті. Біз дейтін үстіміз шешіп, үйгімізді киіп, бірден сабақ оқимыз. Бұлар не істейді екен көрейік. Ой, Wi-Fi ұстамаған емес. Ұйықтайын деп жатыр ма? Ұйықтады. Ұйқыға батты. Қорқыныш дауыстар шығып кетті ғой. Кім жылап жатыр? Не болды? Мамасы екен. Не болды мамасына? Не болып қалды? Телефон алды. Алло. Алло, естіп тұрсыз ба? Иә, бұл кім екен?
Аурухана. Сәрсенұлы, сізге кім болады? Бақытбек. Әкем не болып қалды? Бақытбек кім ол? Жол апатынан қаза тапты. Қайғымызға ортақпыз. Шы. Wi-Fi тұр. Асты. Ба. Басы. Баған осына кір қолыма отырған. Аслан. Аслан. Қайғылы жағдай болыпты. Так, достар, мынау так, өте қайда қаласақтай әнші. Майо. Тетта, байда десе. Өтіп, Қайғыра көңіл айтпайын. Мен сізді түсінемін. сіздер өтсіңіз. Тұрса солай істеп берер едім. Енді қанша дегенмен бірінші сыныптан бері осы мектепте оқып жүрген бала ғой. Олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындар алып дегендей. Ақшасын ешқашан кешіктірген емес біз осы уақытқа дейін. Бәрін түсініп тұрмын, Сәуле ханым. Бірақ учредительдер бар. Мектептің өзінің заңы бар, шығындары бар. Сол себепті өкінішке қарай мұндай жеңілдіктер қарастырылмаған. Ренжімеңіз. Қаласаңыз, Асланға жақсылап мінездеме жазып берейін. Қолымнан келетін сол ғана. Жарайды. Ақшасын реттегесін осы мектепке қайтып келсек бола ма? Себебі осы мектепте оқыған әкесі қатты қалап еді. Мен үшін аманат болып тұр. Әрине келе аласыз, уайымдамаңыз. Сізге су құйып берейін, жоқ, рахмет. Сау болыңыз, кешіріңіз. Сау болыңыз, Сәуле ханым. Сәуле ханым. Вас өткен жол. Баламның үлгерімі жақсы. Химиядан олимпиада жүлдегері. Бір мектепке келді ол. Директор ау. Жарайды. Ертеңнен бастап келе берсін балаңыз. Жарайды, рахмет сізге. Үйма. Мен мектепте ойлап қалдым ғой. Алло, сәлеметсіз бе? Хабарландыру бойынша ғой. Физиотерапевт керек деген екенсіздер? Жарайды. Орын босап жатса хабар беріңіздер, өтініш. Я осы номерде. Мектебіне баратыр бағана. Қабылдаймыз ең. Қабылдайды. Балам, ештеңе ұмытқан жоқсың ба? Бәрін алдым. Керек емес, мам. Керек болады ал. Балалармен танысасың. Бір жерге барып тамақ ішеміз десе ақшам жоқ деп қарап тұрмайсың ғой. Осыны бір аптаға жеткіз, жарай ма? Рахмет. Жолыңнан кешікпей бара ғой. Мамасының бойы. Кешкене тамақ істеп қойын. Өзіңіз біліңіз. Жолың болсын, жан.
жаңағы автобус ғой, бағанағы мінген. Инспектор тұрады. Жаман емес деп. Екі бала тұр. Анау кім? Оның сияқты. Мынау сұмдық гламурный ғой. Не dedi? Glamorный dedi. Mектеп burada yemişi. Şundan da yıkayım. Boy. Orup çıkardı değil mi? Не қарайсың? Кір. Orup çıkardı. Ой, vay, mına klasta var. Ana жаңағы бала. Mına klasta var. Şuraya. Ne balağına otur. Ne şikayet tarafı tur. Buna вообще açık ne deli şılıktırır. Buna вообще Free Fire oynuyor. Ne şaşın tarafı. Buna şikayet tarafı tur. Oh. Ne bakayım. Қайсыңдар жиги. Әкеш бір. Что там алып келді ма? Нені? Тупит етпеші. Ебой. Тоғыза 10 мың теңге берген. Енді бұның в 5-ші сабақтан соң береміз деп жатыр. Қалай 5-ші сабақтан кейін? Мен оларға 1-ші сабақтан кейін дайындаңдар дедім емес па? Біз что-то 9-а опор көрмейтін болған ау дейме? Өшке, бар да, мен бұның балаларын 2-ші сабақтан кейін туалетке жинашы. Бар кет. İstediği atır tuvalette. Бол! Ой, Маха. Өзінше болмаш. Мына шегірткеден несінің қорқасыңдар? Жалғыз жүрсе қолынан боқ та келмейді. Айко, сен бич. Аузына ие болып сөйле. Қыссан қыс не? Сәлеметсіздер ме балалар? Отырыңдар. Бұл жаңадан келген оқушы Аслан, танысып қойыңдар. Бізге мұрагер мектебінен ауысып келді. Чо там батяның ақшасы бітіп қалды ма не? Ей, Муха! Біреудің ақшасын санағанша жетін таблицасын жаттап алшы. Айгерім, болдық қой. Ана Біржан деген баланың қасына барып отыр. Бастама атып тиісіп атқан деді Асланға. Мына екеуі қырылысып отыр. Маха деген қызбен. Маха деген ұл мен қыз. Келесі сабақ осында болады, ешкім ешқайда кетпейді, ұқтыңдар ма? Сосын Мадина, 3-ші сабақтан кейін жиналыс болады, бәрі түгелдей келсін. Список бойынша тексерем. Кетті Маха. Что там айттың ба? Айттым. Қатты айттым. Аларын бір рет алды. Енді ақшаны жинап беретін шығар. Қалай шығар? Мен саған жина деген жоқ. Ойбай, Маха, қойсайшы болды. Маха, қолын жина. Сен араласпа. Аралассам не істейсің? Жынға тимеші, Саят. Саят деді? Тұр деймін саған. Да, бетіне шағып. Демаламай қалдым. Демаламай Қойден мұмыз саған болды. Ой. Не болды? Жігіттер, қойыңдар, керек емес. Инвалид, отыршы. Инвалид? Маха, қазіран қолындағы бәкін тұған. Қош, мә, делай. Шыдай ма? Система демейсің бе, араласпа. Көшсін. Жынды мен жынды оқып қайтем. Қырылысып кеткенше бірінші рет ұрып демаламай қалды. Нақтың Саят Жыңдыр туалетке. Шиголдармен сөйлесіп қайтайық. Бүкіл. Томпи, бәрі жақсы ма?
бәрі жақсы. Көрдің ба, қалай ойнадың? Қойш, кәдімгіден құлақ қалдың ғой. Сол. Аслан. Таңат. Бәрі томпи дейді. Нұрда, бірдеңе білдіріп бедің? Жоқ, просто сыныптың смотрящийға. Смотрящий дейді. Саура беруге бола ма не? Тұрып алды. 9 В ма мынау или Б ма? Ой. Мен саған туалетте амандаспау керек екенін үйретпедім ма не? Диас, бергіш. Yes. Сен де мыналарға үйретпегенсің? Или сөзің өтпей ме? 9 басынан сақшы. сен смотрящий қылып сайладық. Молодец, ты смотрящий. Бойықты. Ақша қайда тауып қойсын деп айтты ма? Жағыңды ашып сөйлеші. Ойбай. Айтылды ма? Братан. Тап қойсын. Ойбай. Бұқтай өлі. Ақтарыңнан жүру керек па бәрі? Жоқ, братан. Тұр реңгейін. Реңгейін? Реңгейін дегеніз? Оқ. Мән. Бір деп тұр. Ай. Сушняк. Сушняк дейді. О, мына нені. Бір сағат уақыт. Әшейін басын ұрт. Осыдан ақша қолымда тұрмасын. Көресің. Кет. Ясыда ұртты. Кет. Күн. Құстар отыр. Оған. Оның шыныққа енді Б, В, қайсы екен білмеймін. А, Ә. Емі бүкіл түрі құртты, қашып. Біз мүлке қасым. Таныш. Неге шулай бересіңдер осы? Сендерді мектебіміздің жаңа инспектормен таныстырайын. Инспектор. Сөзсізде. Сәлеметсіңдер ме? Менің аты жөнім Аманбаев Нұрбол. Танысқаныма қуаныштымын. Нұрбол. Енді мектеп болған соң Нағоя. неше түрлі жағдайлар орын алып тұрады. Қазіргі таңда өкінішке қарай мектепте буллинг мәселесі белең орын алып тұр. Егер де сіздердің достарыңыз, Буллинг деген екен, не білесіздер ма достар? кішілер мен үлкендердің арасындағы әлем жеттікті байқаған болсаңыздар, бейжай қалдырмаңыздар. Олай істеуге болмайды. Тікелей маған келіп хабарласыңыздар. Маған айтыңыздар. Болмаса мектептің президенті Азамат пен оның орынбасарлары сіздерге келіп айтыңдар. Азамат, өзің бір-екі ауыз сөз айт. Президент дейді. Мектептің тәртібіне мен де жауап беремін. Мен осы мектепте президент болып тұрғанда ешқандай зорлық зомбылыққа жол жоқ. Нұр неді ғой? Қақтың өзі айтып ау. Айтып ау, өзі буллинг Әр жасайды. оқушы бір-біріне бауыр және дос. Мектеп біздің ортақ үйіміз. Ал бала мектепке қорлық көруге емес, білім алуға керек. Сондықтан ең бастысы бір-біріңізді сыйлаңыздар. Алам, жатқан сөзінде. Бір шындық жоқ қой. Өз буллинг жасайды. Қысқасы, айтуды ұмытып кеттім. Менің есігім сендерге әрдайым ашық. Егер кіруге ұялатын болсаңдар, бірінші этажда менің почтамның адресі жазылған, сол жерге жазыңыздар. Болмаса, Азаматқа келіп айтыңдар. Азамат бүгіннен бастап менің көмекшім. Точно көмекшім бар ма? Оғақта. Короче, қаздар,
О, Азамат. Ана акты залда айтылған әңгімең бар. Ана новый инспекторға біреуің барып тоқылдасаңдар, асылып қалыңдар одан. Түсінікті ма? Түсінікті ма деймін. Ну, Махадан да жаман ғой. Маха, ақша қайда? Шықшы бер. Братан, ақша болғанда. Не ақша болғанда? Алып келдім. Берсе онда. Бергенде 5000 теңге жетпей тұр. Кешірек қойып тастаймын. Мына тоғыздар кешіктіріп жатыр. Қалай жетпей тұр? Ойбай. Балаларымнан ақша жиналмайтын. Чортсың ба не? Енді заңғар ғой. Или сөзің өтпей ма? Ален ұстаппашты. Бұғы? Бұғы дегеніз? Бұғы ұстақпаш дегеніз? Ооо! Прикастен. Шаман ұрды. Тұры! Братан, не сендер достар ұру керек па не обязательно? Ұрғанды ғана сыйлайсыңдар ма? Тұрмаға! Братан, қоя салшы. Кімсің сен де? Атым Аслан. Жаңадан О, келдім. Аслан келді. Осымен видео аяқталды. Сау болыңдар достар. Жаңа өмір, жаңа мектеп. Не дейді екен? Әрі қарай мені не күтіп тұр екен? Жаңа мектебімде не болғанын білгіңіз келсе, төмендегі сілтемеге өтіп, келесі сериаларды қараңыздар. Тұрмаға! Братан, қоя салшы. 3 сабақтан 5000 емес, 10 000 болып әкеліп тастайсың. Система арасында болды көнесің. Басқа мол жоқ. Мектептің абыройы үшін Ой. ұсақ-түйек мәселелерге көз жұма қараған дұрыс. Сүйіп келіп Бұра отыр. келден. Кім ұрды айт? Ешкім ұрған жоқ деймін, мам. Қалай ешкім ұрған жоқ, бетіңнің сау жері жоқ. Ай. Біреумен төбелестің бәлде. Иә, төбелестім. Болды ма? Бетіңдегі ісігің кеткенше мектепке келмесін деді. Илючо азанның сөзін қыстырмайсың. Бұл кісі Асланның мамасы. Кеше Асланды мектепте бір ұрып Осымен видео аяқталды. Сау болыңдар.